Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы масштаб. Масштаб тақырыбы 6 сыныптағы ең қызық тақырыптардың бірі. Және есептері де өте оңай. Біз бұл тақырыпты осы кітап бойынша өтеміз, және менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Басында мен масштаб тақырыбы бойынша түсіндіремін, және соңына қарай осы кітаптағы есептердің шығарылуын сіздерге көрсететін боламын. Географиялық карталарда екі елдің арақашықтығы үйдің планында үйдің өлшемдері кішірейтіліп салынады. Біз бұған әртүрлі масштабтарды қолдану арқылы кішірейтіп салатын боламыз. Бұл үшін біз масштаб тақырыбын меңгеріп алайық. Енді біз осы кітаптың масштабын кішірейтіп дәптердің бетіне салуымыз керек. Мұны дәптердің бетіне мынау осы күйінде ұзындығын енін өлшеп салатын болсақ сыймайды. Біз ол үшін масштабын кішірейтіп алуымыз керек. Енді біздің кітабымыздың ұзындығы 2 дециметр 1 сантиметр, ал ені 1 дециметр 4 сантиметр, яғни бетіндегі тіктөртбұрыш пішінді өлшемін алдық. Енді ең алдымен дециметр сантиметрді бірдей өлшемге келтіреміз. Яғни бұл 2 дециметрде 20 сантиметр бар, сонымен 21 сантиметр болады. Ал 1 дециметр 4 сантиметрде бізде 14 сантиметрге тең болады. Енді біз осы өлшемдердің масштабын кішірейтіп дәптердің бетіне салуымыз керек. Ол үшін біз мына жердегі ұзындықтың өлшемін 21 сантиметрді және енін 7-ге бөлейік. Яғни 21 бөлінген 7. 3 сантиметр болады ұзындығы. Ал енін 7-ге бөлсек, онда бізде 2 сантиметр болады. Міне. Бұл ұзындық пен енін кішірейтіп, 7 есеге кішірейтіп алғандағы өлшемдері. Дәптердің бетіне біз осыны ұзындығын 3, енін 2 сантиметр етіп салып аламыз. Нақты өлшемі 21 сантиметр, соның кішірейтіп салған өлшемінің 1 сантиметрі нақты өлшемінің 7 сантиметріне тең деп алынған. Яғни бізде масштабы 7 есе кішірейтілді. Бұл жерде масштаб бізде 1 бөлінген 7 немесе 1 бөлінген 7 деп алынады. Яғни бізде өлшемдерін, ұзындығын енін 7 есеге кішірейтіп дәптерге салдық. Масштаб дегеніміз картадағы кесінді ұзындығының жер бетіндегі ұзындығына қатынасы. Яғни біз осы формуланы қолданып есептерді шығара аламыз. Масштаб есебіне мысал келтірейік. Екі қаланың арақашықтығы картада 3,5 сантиметр. Ал жер бетіндегі арақашықтығы осы екі қаланың арақашықтығы 175 километр болсын. Енді бізге айтады, 175 километрді қандай масштабта кішірейтіп картаға салған деген. Яғни бізде масштабты сұрап жатыр. Осы картаның масштабын табайық. Ол үшін біз мына жерде сантиметр, километр болып тұрған өлшемдерді бірдей етіп алуымыз керек. Яғни 175 километрді сантиметрге айналдырамыз. Яғни 1 километрде 1000 метр бар. 175 000 метр. Ал 1 метрде 100 сантиметр бар. Сондықтан 100-ге көбейткен кезде 17 миллион 500 000 сантиметр болады. Міне, енді екеуін айналдырып алдық. Масштаб табу үшін мына формуланы қолданамын. Ол үшін біз картадағы арақашықтықты, картадағы ұзындықты жер бетіндегі ұзындыққа қатынасын табамын. Картада бізде 3,5. Енді масштаб деп жазып қойын мына жаққа. Картадағы ұзындықты 3,5 сантиметрді, жердің бетіндегі ұзындығы 117 миллион 500 000 сантиметр болады. Екеуін қатынасын табамын. Сантиметрлер қысқарып кетеді. 17 миллион 500 000-ды 3,5-ға бөлген кезде бізде 5 миллион шығады. Сондықтан екеуін қысқартамын 3,5-ға. 5 миллион шығады, мынадан 1 қалады. Сонда 1 бөлінген 5 миллион деп жазамыз. Міне, біздің масштабымыз 1 бөлінген 5 миллион. Бұны біз бұлай да жазуымызға болады. Осылайда жазуға болады. Енді масштабтағы 5 миллионды біз километрге айналдыратын болсақ, мысалы 5 миллион километрге айналдыратын болсақ, енді бізде бұны бірінші метрге айналдырған кезде бізде 50 000 метр болады. Ары қарай біз оны километрге айналдыратын болсақ, метрді бізде 50 болады. Яғни
50 километрге тең болды. Бізде картадағы салған мынау сантиметрмен салдық қой, кішірейтіп. 1 сантиметріміз жер бетіндегі 50 километр ұзындықты кішірейтіп салғанымыз болып тұр ғой. Яғни 50 километрді біз картада 1 сантиметр етіп салдық. Жердің бетіндегі ара қашықтығы, екі қаланың ара қашықтығын кішірейтіп салған кезде масштабы осылай болады. Екі санның қатынасы немесе бөліндісі түрінде жазылған масштабты біз сандық масштаб дейміз. Мысалы, 1 бөлінген 5 миллион масштабы бойынша картадағы 1 сантиметрі бізде жер бетіндегі 50 километрді кескіндейді. Бұны біз атаулы масштаб дейміз. Енді масштаб бізде географиялық картада 1/250 миллион, 1/1 миллион, тағы сол сияқты кішірейтеді. Ал үй бөлмесінің планында біз бөлменің өлшемдерін 1/200, 1/250 масштабта кішірейтеміз. Ал бөлме ішіндегі заттар үшін біз 1/50, 1/10 тағы сол сияқты масштабта кішірейтеміз. Енді біз қазір үй бөлмесінің планындағы 1/1 бөлінген 200 масштабпен берілген үйдің бөлмесінің жер бетіндегі, яғни ұзындығы мен енін табамыз. Мысал келтірейік. Мына жерде бізде үйдің өлшемдері, яғни ұзындығы, ені үйдің планында 1 бөлінген 200 қатынасындағы масштабпен кішірейтіліп салған кезде ұзындығы 35 мм, ені 27 мм болды. Біз енді жер бетінде, яғни үйдің шын ұзындығы мен ені қандай екендігін табуымыз керек. Ол үшін мен масштаб анықтамасына сүйеніп, пропорция құру арқылы шешемін. Ең алдымен масштаб анықтамасын еске салайық. Картадағы ұзындығын жер бетінде ұзындығына қатынасы. Бізде картадағы ұзындығы 35 мм ұзындықтың. Яғни 35 мм-дің жер бетіндегі ұзындығын біз білмейміз, осыны іздеп жатырмыз. Ұзындыққа қатынасы бізде масштабты береді. Масштаб бізде 1 бөлінген 200, яғни 200 есе кішірейтілген. Енді осы пропорцияны шешу арқылы біз ұзындықтың қандай екенін білеміз. Осы пропорцияны шешеміз. Пропорцияның сабағы менде бар, сілтемесін астына қалдырам, видеоның астына. Енді бұл жерде А деген ұзындықты табу үшін мына екен көбейтіндісін бірге бөлуім керек. Енді бірге бөлгенде сол сан өзі шығады, сондықтан мен бірден көбейтіп жазайын. 35 мм-ді көбейтеміз 200-ге. Сонда бізде 7000 мм шығады. Енді біз бұны метрге айналдыратын болсақ, 7 метр болады. Яғни үйдің ұзындығы, үйдің бөлмесінің ұзындығы 7 метрге тең екен. Ал енін табатын болсақ, дәл осылай табамыз. Оны мына жерге жазамын. Яғни картадағы ұзындығы 27 мм, оның жер бетінде ұзындығы, яғни ені білмейміз, соны іздеп жатырмыз. Енді бұл жерде бізде 1 бөлінген 200 масштабпен кішірейтіп салған. Міне пропорция шықты. Пропорцияны мен масштабтың анықтамасына сүйеніп құрдым. Яғни картадағы ұзындығын жер бетіндегі ұзындығына қатынасы масштабты береді. Масштабты бізде белгілі. Осы жерден V-ны табуым керек. V-ны табатын болсам, мына екеуін көбейтіп бірге бөлемін. Сонда бізде 27 мм көбейтеміз 200 тең 5400 мм болады. Бұны біз метрге айналдыратын болсақ, 5,4 метрге тең болады. Жер бетіндегі, яғни өмірде біздің үйдің бөлмесінің ұзындығы 7 метр екен, ені 5,4 метрге тең екен. Жауабы бұл есепте жалпы біз егерде жер бетіндегі ұзындығын табуымыз керек болса, онда біз осылай пропорция құру арқылы шешеміз. Бұл пропорция қайдан шықты? Бұл пропорция бізде масштабтың анықтамасына сүйеніп шықты. Яғни картадағы ұзындығы белгілі бізде, сызбадағы, пландағы сол ұзындықтың жер бетіндегі, яғни шын өмірдегі ұзындығына қатынасы, ол масштабты береді. Бізде картадағы және масштабымыз белгілі, жер бетіндегін табу үшін ары қарай шешуі, пропорция шешу тәсілімен шығады. Кішкентай жәндіктердің, ұсақ бөлшектердің өлшемдерін біз сызбада үлкейтіп саламыз. Сол кезде біз масштабты осылай қолданамыз. Яғни алдыңғы мүшесі бөлінген қатынастың алдыңғы мүшесі үлкен, соңғы мүшесі кіші болады. Бұл масштабтар бізде үлкейту масштабтары деп аталады. Міне. Енді осы үлкейту масштабтарына арналған есеп қарастырайық. Мысалы, масштабы 10 бөлінген 1,
яғни масштабы белгілі 10 бөлінген 1, яғни 10 есеге үлкейтіліп жатыр да. Бір жәндіктің аяғының ұзындығы үлкейткен кезде ұзындығы 6 сантиметр болыпты. Ал негізі ол жәндіктің аяғы өте ұсақ. Оны біз үлкейтіп, 10 есеге үлкейтіп жазған кезде осындай болды. Яғни жер бетінде аяғының ұзындығы қанша деп сұрап жатыр, мынау картадағысы. Біз масштабтың анықтамасына сүйенеміз. Масштаб дегеніміз картадағы ұзындықтың жер бетінде ұзындығына қатынасы. Картада бізде 6 сантиметр, ол жер бетінде білмейміз, оны x деп алайық. Масштабымыз біздің ол масштабқа тең. Анықтама бойынша картадағының жер бетінде қатынасы масштабты білдіреді. Масштаб бізде 10 бөлінген 1-ге тең. Міне, пропорция шықты. Осы пропорцияны шешеміз, яғни осы жерде x-ті табамыз. X тапқан кезде мына 6 мен 1 көбейтіліп, x-ке көбейтіліп тұрған ортаңғы мүшелер ғой, пропорция бойынша. X-ке көбейтіліп тұрған 10 деген санымыз бөліміне түседі. Ары қарай бұл жерде 0,6 сантиметр болады. Енді біз бұны миллиметрге айналдыратын болсақ, 1 сантиметрде 10 миллиметр бар, 10-ға көбейтеміз. Сонда бізде 6 миллиметр болады. Яғни сызбада 6 сантиметр деп салынған жәндіктің аяғының нақты өлшемі бізде 6 миллиметр екен. Біз оны 10 бөлінген 1 масштабта, яғни 10 есеге үлкейтіп сызбада салған болатынбыз. Оқулықтағы 158 есепте бізде масштабы берілген 1 бөлінген 100 мың. Ал жер бетіндегі 1 километрді біз картада осы 1 бөлу 100 мың масштабпен кішірейтіп салған кезде қанша сантиметр болады деп сұрап тұр. Біз оны масштаб анықтамасына сүйенетін болсақ, масштабтың анықтамасы, яғни картадағы ұзындығы біз білмейміз, оны x деп алайық. Картадағы ұзындықтың жер бетіндегі ұзындыққа қатынасы, яғни 1 километрге қатынасы бізде масштабты береді. Масштаб бізде 1 бөлінген 100 мың. Енді осы жердегі біз картадағы ұзындықты анықтауымыз керек. Ол үшін мен мына жердегі километрді сантиметрге айналдырып алайын. Яғни 1 километрде бізде 1000 метр бар. 1000 метр бар. Және 1 метрде 100 сантиметр бар. Сондықтан бізде мынанша 10 мың, 100 мың сантиметрге тең болады екен. Жерге біз 100 мың деп жазатын боламыз. 100 мың сантиметр, сантиметрмен кішірейтеміз. Тең масштабымыз бізде 1 бөлінген 100 мың. Енді осы жерден x-ті табайық. X тапқан кезде бізде мына екеуінің көбейтіндісі ортаңғы мүшелерінің пропорция негіз қасиеті бойынша көбейтіндісін x-ке көбейтіліп тұрған 100 мыңға бөлеміз. 100 мың сантиметрді көбейтеміз 1-ге, бөлеміз 100 мыңға. Міне мынаған. Енді осы жерден бізде екеуі қысқарып кетеді. Жалпы бізде 1 сантиметр қалады. Енді бізде мына есепте 1 километрді 1 бөлігі 100 мың масштабпен кішірейтіп салған кезде картада бізде 1 километріміз 1 сантиметр болып салынады. Енді 162 есепте бізде үлкен Алматы каналының ұзындығы 170 километр екен. Яғни жер бетіндегі ұзындығы белгілі 170 километр екен. Үлкен Алматы каналының ұзындығы 170 километр. Бұл оның картадағы ұзындығы 17 миллиметрге тең екен. Кішірейтіп 17 миллиметр етіп салған. Бізде қандай картадағы масштабы қандай деп сұрап жатыр. Яғни бізге масштабты табуымыз керек. Масштабтың анықтамасына сүйенеміз. Картада бізде 17 миллиметр, ал жер бетінде 170 километрге тең. Енді мен осы жерде километрді миллиметрге айналдырып алайын. 17 миллиметр. Енді 170 километрді біз миллиметрге айналдыру үшін бірінші метрге айналдырайық. Яғни 1 километрде 1000 метр бар. Яғни 1000 метрде 3 0 бар ма? 3 0 қосамыз. Оңайлы түсіндіріп жіберейік. 3 0 қосылады, міне. Метр болады. Енді 1 метрде 100 сантиметр бар. Тағы да осыған 2 0 қосылады. Өйткені 100-ге көбейтеміз ғой. Сонда бізде 2 0 қосылады, сонда бізде сантиметр болады. Енді бізде 1 сантиметрде 10 миллиметр бар, тағы да 1 0 қосылады. Сонда
170 миллион миллиметрге тең екен. Міне, айналдыруымыздың оңай жолы осылай. Әрқайсына көбейтіп кетіп жатырмыз. Яғни үлкен өлшемді кіші өлшемге айналдыру үшін көбейте береміз. Километрді метрге айналдыру үшін 1000-ға көбейттім, оны 100 сантиметрге айналдыру үшін 100-ге көбейттім, сантиметрді 10 миллиметр бар болғандықтан 10-ға көбейттім. Сонымен ең соңында миллиметріміз біздің 170 миллион болды. Миллиметр болды. Енді миллиметр мен миллиметр қысқарып кетеді. 170 миллионды 17-ге бөлген кезде бір бөлінген бізде қанша миллион болады? 10 миллион бола ма? Міне, 3 нолі, 6 нолі, намен 7 нолі бар, 7 нолі бар, и намен қысқарып кетті. Міне, біздің есепте жер бетіндегі арақашықтық белгілі, картадағысы белгілі, масштаб табу үшін екеуінің қатынасын табамыз, өлшемдерін бірдей етіп аламыз, сосын қысқартамыз. Біздің масштабымыз 1 бөлінген 10 миллионға тең. Сонымен біздің есептің жауабы масштабы 1 бөлінген 10 миллион болады. Міне, масштаб осылай болады. 163-ші есепте жер бетіндегі елді мекеннің арақашықтығы 68 километр делінген. 1 бөлінген 2 миллион масштабпен кішірейткен кезде картада қанша кескінде болатынын сұрап жатыр. Яғни картадағы ұзындығы қандай болады? Ол үшін біз масштабтың анықтамасына сүйеніп жазатын болсақ, бізде пропорция құрылады. Ережесі бойынша бізде картадағы ұзындықтың, яғни біз білмейміз, картадағы ұзындықтың жер бетіндегі ұзындыққа қатынасы, яғни 68 километрге қатынасы бізде масштабты береді. Масштаб бізде 1 бөлінген 2 миллион. Яғни 2 миллион есеге кішірейтіп салған кезде картада ұзындығын қанша болатынын анықтаймыз. Пропорция құрдық. Енді пропорцияның есептеу жолымен арғы x-ті табамыз. Яғни картадағы ұзындығын табамыз. Бұл жерде 68 километрді біз сантиметрге айналдырып алайық. 68 километрде бізде 1000 метр бар километрде, сонда 68 000 метр болады. 1 метрде 100 сантиметр, сондықтан 2 нөл қосылады, тағы да 100-ге көбейтеміз. Сонда міне, сонда 5 нөл болады, сантиметр. Міне. Сонда 68 километрде 6 миллион 800 мың сантиметрге айналдырып алдық. Енді 68 километрдің орнына осыны апарып қойып есептейміз. Сонда x бөлінген 6 миллион 800 мың сантиметр тең болады 1 бөлінген 2 миллион. Осы жерде x-ті табуымыз керек. Яғни x табу үшін біз жазамыз, x табу үшін мына екеуін көбейтіп 2 миллионға бөлеміз. Сонда 6 миллион 800 мыңға 800 мыңды бөлеміз 2 миллионға. Міне, 5 нөлі бар, мынаны 5 нөлмен қысқартып жіберейік. 68-ді 20-ға бөлеміз. 20 мен 68-ді 4-ке қысқартатын болсақ, 5 болады, мынау 17 болады. Енді бізде 17-нің 5-ке қатынасы деген сан шықты. Оны біз былай жазатын болсақ, 3,5-тен 2 болады, немесе 3,4 сантиметрге тең екен. 164-ші есепте футбол қақпасының ені 7,3 метр, оның биіктігі 2,4 метр екен. Біз оны 1/100 масштабта кішірейтіп салған кезде оның ені мен биіктігі қандай болады? Яғни бізге футбол қақпасының сызбасын сызыңдар деп тұр. Біз ең алдымен бұл есепті шешу барысында масштабтың ережесін сай жазайық. Бізде картадағы ұзындықтың, яғни бірінші біз енін тауып алайық. Біз білмейміз. Енін білмейміз, картада қандай болатын. Бірақ жалпы жер бетінде ол 7,3 метрге тең. Біз бұны масштаб 1/100-бен кішірейткен кезде картада қандай ұзындықта салынады. Бұны табу үшін бұл жерде 7,3 метрді көбейтеміз 1-ге, бөлеміз 100-ге. Енді мына жерде метр деп алайық.
бізде метр сантиметрге айналдыратын болсақ, 100-ге көбейтеміз, сонда бізде 730 сантиметр бөлу 100 болады. Ары қарай есептеген кезде 730-ды 100-ге бөлеміз, сонда 7,3 сантиметр болады. Яғни біздің қақпадағы еніміз 7,3 метр болса, оны 100 есе кішірейткен кезде 7,3 сантиметр болып салынады дәптерге. Ал енді биіктігін табайық. Биіктігін білмейміз. Және оның картадағы жер бетінде ұзындығы 2,4 метр. Оны біз 1,100-бен кішірейткен кезде, сын тапқан кезде бізде 2,4 метр бөлінген 100 бірге көбейтеміз. 2,4 метрді сантиметрге айналдырайық. Сантиметр болады, бөлінген 100. Ары қарай 2,4 сантиметр болады. Біз дәптерде осы футбол қақпасының енін 7,3 сантиметр етіп алып, ал биіктігін 2,4 сантиметр етіп алып сызып шығамыз. 165-ші есепте бізде масштабты үлкейтуіміз керек, өйткені алдыңғы мүшесі үлкен, соңғысы кіші болып тұр. Бұл жерде бізде кішкентай ұсақ өлшемді үлкейтіп көрсету үшін қолданылатын масштаб. Енді бізде бұл жерде, бұл есепте жәндіктің суреттегі қанатының ұзындығы, яғни сызбада 3 сантиметр болды картада. Оны біз 5/1 масштабпен үлкейтіп алдық. Бұл шын мәнісінде нақты бұл жәндіктің ұзындығы қанша миллиметр деп сұрап жатыр. Біз ол үшін кәдімгі масштабтың анықтамасымен шығарамыз. Картада бізде 3 сантиметр. Картадағы ұзындығын өзінің нақты жер бетіндегі нақты ұзындығына бөлеміз. Сол кезде бізде масштабты белгіледі. Масштаб 5/1 деп тұр бізде. Енді осы жерде x табу үшін біз сантиметрді миллиметрге айналдырып алайық. 3 сантиметрде миллиметрге айналдырған кезде 1 сантиметрде 10 миллиметр бар, сонда 30 миллиметр болады. Енді осы жерден x табамыз. X тапқан кезде 30 миллиметр көбейтілген 1 бөлу 5 болады. Сонда бізде жауабы 6 миллиметр. Жәндіктің нақты қанатының ұзындығы 6 миллиметрге тең екен. Жауабын жазып қоямыз. 171-ші есепте Екібастұз бен Ерейментау қалаларының арасындағы теміржол торабының картадағы ұзындығы 4,4 сантиметр. Оны масштабы 1 бөлінген 3.800.000 есеге кішірейтіп салған кезде осындай картада 4,4 сантиметр болып сызылады. Картадағы Ерейментау мен Екібастұз қалаларының арасындағы теміржол торабының ұзындығы 4,4 сантиметр. Бұл картада осындай масштабпен кішірейтілген. Енді бізге Ерейментаудан Екібастұзға дейінгі теміржол торабының жер бетінде ұзындығы қандай? Соны табуымыз керек. Масштабтың анықтамасына сүйеніп жазатын болсақ, картадағы ұзындығы 4,4 сантиметр. Жер бетінде ұзындығын біз білмейміз, x. Енді осының масштабы белгілі. 1 бөлінген 3.800.000 есе кішірейтілген. Енді біз бұл есепті шешу үшін x-ті табуымыз керек. Ол кезде мына екеуі көбейтіліп бірге бөлінеді. Яғни 3.800.000-ға көбейтеміз 4,4 сантиметрді. Тең 16.720.000 сантиметр болады. Енді біз бұны километрге айналдыратын болсақ, 16.720.000 сантиметрді бірінші метрге айналдыратын болсақ, 1 метрде 100 сантиметр бар, сонда 2 қысқарады. 167.200 метр болады. Енді біз оны километрге айналдыратын болсақ, 3 мыңға бөлген кезде, яғни 167,2 километр болады. Теміржол торабының ұзындығы 167,2 километр екен. 172-ші есепте екі елді мекеннің арасын мотоциклші 40 км сағатына жүреді. Ол осы жылдамдықпен 1 сағат 24 минут жүріп өтеді. Яғни екі елді мекеннің картадағы арақашықтығы 7 сантиметр болған кезде оның масштабы қандай болды деп сұрап жатыр.
біз бұл есепті шешу үшін ең алдымен жер бетіндегі арақашықтықты тауып алуымыз керек. Арақашықтықтың жалпы формуласы жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісіне тең. Мұндағы уақытты біз сағатқа айналдырып алайық. Яғни 1 сағат 24 минут деп тұр. Бізде 1 сағатта 60 минут бар, сондықтан 60-қа бөлеміз. Сонда 1 сағат қосылған 24-ті бөлеміз 60-қа, сонда сағатқа айналады. Жалпы екеуін қысқартып жіберейін, 12, 5 болады, 2 болады. Сонда 1,5-тен 2 немесе 1,4 сағат болады. Енді мен осы жерден арақашықтық табамын. Жылдамдық бізде 40 км сағатына жүрген кезде бізде 1,4 сағат жүреді. Сол кезде біздің арақашықтығымыз 56. Яғни 56 километрге тең. Бұл бізде жер бетіндегі арақашықтық. Бізде картадағысы белгілі. Енді масштабты табуымыз керек. Масштабты табу үшін бізде формуласы бар, өзінің масштабтың анықтамасы. Ол картадағы ұзындықтың, яғни 7 сантиметрдің жер бетіндегі ұзындығы, яғни 56 километрге қатынасы. Километр сантиметрге айналдырамыз. 7 сантиметр, 56 километрде 56 метр болады, одан кейін тағы да сантиметр болады. Міне, сонда метрге айналдырғанда 3 0, сантиметрге айналдырғанда 2 0 қосылады. Сонымен осындай болады. Сантиметрлер қысқарып кетеді. 56-ның 7-ні қысқартамыз 7-ге, сонда тең. Жалпы бізде 1 бөлінген 800 000 шығады. Міне, осындай масштабпен 1 бөлінген 800 000 масштабпен бізде кішірейтіп картаға салған. Жауабы масштабы 1 бөлінген 800 000 болады. Картадағы қысқарт жазайық. Картадағы 1 деп қойық. 4,6 сантиметрге жер бетіндегі 1 деп қойын. 230 километр арақашықтық сәйкес келеді. Ал жер бетіндегі екінші деп қойын. 575 километр арақашықтыққа 575 километр арақашықтыққа осы картада неше сантиметр кесінді сәйкес келеді дейді. Яғни осы картада масштабтары бірдей, бұл жерде картада 2 деп қойын. Қанша неше сантиметр кесінді сәйкес келеді дейді. Енді біз бұл есепті пропорция құрамыз. Ол үшін 4,6 сантиметрді 230 километрге сәйкес келеді. Километр мен километр, сантиметр мен сантиметр сәйкес етіп жазуымыз керек. Екіншісі 575 километр болған кезде, міне, километрдің астына жаздым. Қанша сантиметр картада сәйкес келеді деп осылай жазған. Енді осы жерден пропорция құрамыз. Яғни 4,6 сантиметрдің x сантиметрге қатынасы 230 километрдің 575 километрге қатынасы. Енді осы жерден x-ті табайық. X тапқан кезде мынау екеуі көбейтіліп, негізгі қасиеті бойынша пропорцияның мына x-ке көбейтіліп тұрған санға бөлінеді. Сонда 575 километр көбейту 4,6 сантиметр бөлу 230 километрге. Километрлер қысқарып кетеді. Ары қарай екеуін көбейтіп бөлеміз. Енді осы жерден 230 пен 575-ті 5-ке бөлеміз, сонда мынау 46 болады, ал мынау 115 болады. Енді осы жерден ары қарай 115 көбейтілген, мына 2 алымы бөлімін 10-ға көбейтіп жіберейін, сонда 46 болады, 460 болады. 46-мыз 460 болады. Мына екеуін 7 сантиметр бар. Қысқартамын, 46-ға 1 болады, 46-ға қысқартсам 10 болады. Сонымен 115-ті 10-ға бөлгенде 11,15 сантиметр болады. Міне, біздің есептің іздеп жатқан жауабы 11,15 сантиметрге тең.
С деңгейіндегі 177 есепте тіктөртбұрыш алаңының ауданы белгілі 73.500 метр квадрат. Осы алаңда масштабы 1 бөлінген 7000 есе сызбада кескіндеген кезде кішірейтіп, онда бізде жаңағы алаңның ұзындығы, картадағы ұзындығы 5 сантиметр болады. Ал бізге сұрап жатыр бұл есепте алаңның жер бетіндегі ені неше метр деп сұрап жатыр. Енді біз бұл есепті шешу үшін ең алдымен картадағы ұзындығы белгілі, яғни картада ұзындығы 5 сантиметр, ал картадағы жер бетінде ұзындықты білмейміз. Ал бізде масштабы белгілі. Міне, масштаб деген картадағы ұзындықтың жер бетінде ұзындыққа қатынасы. Енді осы жерден ұзындықты тауып алайық, жер бетіндегі. Сонда бізде мына екеуін көбейтеміз. 7000 көбейту 5 сантиметр. Тең 35.000 сантиметр. Яғни бұл 350 метр болады, міне, метрге айналдырғанда. Енді бізде ұзындық, жер бетіндегі ұзындығымыз 350 метр екен. Мына жерде жер беті деп қойын, ал жер бетіндегі ұзындығы. Енді бізде ауданы белгілі. Ауданны білеміз, аудан ұзындық ені көбейтіндісі. Енді осы жерден енін тауып алайық. Енді бізге іздеп отырғанымыз осы. Яғни бізде жер бетіндегі ұзындығы міне 350 метр болды. Енді біз ауданды ұзындыққа бөлеміз. Ұзындығымыз бізде 350 метр шықты. Сонда бізде нәтижесінде 2 бөліп жүрейік. 73.500 бөлу 350. 2-ден береміз. 700, 5, 3. 0 түседі, 1-ден береміз. 350 және 0. Яғни 210 метр. Міне біздің жер бетіндегі алаңның ені 210 метрге тең. Іздеп отырған біздің есебіміздің жауабы осы. Яғни есептің жауабы 210 метрге тең. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Және видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Және менің каналымдағы видеоларға лайк басып, комментарий жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта шығатын жаңа видеоларында жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушыны басып қойсаңыздар, міндетті түрде сіздерге хабарлама келетін болады. Және назарларыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.